достар, кештер етіп Ерекеңдікіне бара жатырмыз. Жалғыз қалып қалдым дейді, ана RAV4-ді ішке жаңа гаражына кіргізуге көмектесеріңдерші деп шақырып отыр. Бір жағынан барып, көлікті тағы бір рет қарап кетіп, көріп, ақылдасып кететін боламыз. Қазір енді кеш болып қалса да енді Ерекеге көмектесуге жолға шықтық. Ал енді біздің енді оны тұрған ана жерден қараңғы тұр. RAV4 кіреді бүгін бұйыртса гаражға. Гаражға кірді деген көліктердің бәрі болды. Іске кірсет деген сөз. Ал достар, машинаны гаражға кіргіздік итеріп. Болды. Көлік кірді гаражға. Ертеңнен бастап Ерекең уже алдына кірсем деді. Жаңағы мына заттарды алып келіп қойғанбыз ғой. Мына жерден бастап алынады. Мынаусы. И мынау мына жерден бастап алынып, мына жерде шов бар. Сол шовтан шешіледі. Содан бастап шешіп, мына телевизорды алып тастайды толығымен. Бұйыртса. Мен алдын қойып болған соң толық покраскаға кетеді машина. Енді күтеміз енді нәтижесін Ерекеңнен. Ал мына біздің алып қойған заттар жаңағы екі қанаты, капоты бәрі тұр. Оларда да кішкене жұмыстар бар. Оның енді қатты критичный емес. Міне осы достар. Міне біздің новоскат келе жатыр. Ерекең алып келе жатыр. Көбісінде мына жерінде екіге бөлінген болатын екен. А бізде бүтін. Мына беті де сондай. Бәрі жап-жақсы. Достар, 2 күн өтті. 2 күн ішінде біраз жұмыс аяқталған. Қазір Ерекеңдікіне келдік. Бәрін тізбектеп айтып көрсететін болам. Чаудам Ереке. Настроениең жоқ қой. Қас Ереке. Қаңсың ба? Аман сен? Не болып отыр? Қалай кеп отыр ма? Жаңа петляларымда петля керек ма? Петля болмайды ма? Білмейді, бұлай. Капот дұрыс отпай жатыр ма сонда, Ереке? Капот бұған келдіргенде жоқ му, мынаның өзі. Көрме былай тұрып ашқан кезден ойна кетіп отыр ма? Кетіп қалған ба, түзелмейді. Мажаны тиіп, қойылып. Мынау басқаша дейсіз ба? Жоқ, мынау да қисайып кеткен. Осы екеуі ма? Келмейді. Былай сөзсем мастер екешіңіз. Түзуін алған жақсы дейсіз одан да жақ. Мына жақ қалай кетіп отыр Ереке? Міне достар, мына жерде өзінің шоуы бар. Содан ажыратып Ерекең мына алдыңғы мордасын жалғады. Енді бұдан алдыңғы жаңағы мына жерде шыққан лонжероны вообще жарамай кеткен болатын. Енді мына привозной-тікі әдемі келіп тұр бәр жері. Ерекеңнің жоға жағын, петлялар, телевизорда толығымен жалғап қойған. Қазір енді зазорларын келтіріп отырсыз ғой, Зазор келтіріп отырсыз қас? Зазор бәрі келіп тұр. Бәрі нормально ма? Бәрі келіп тұр. Мына алда тұр. Қарында көрсеттім ғой. Мына крыло қалай? Жақсы ма? Нормально. Жұмыстары бар ма? Мен красклеп барып тықпасам. Міне достар, осындай жағдайда дәл қазір жұмыс тоқталған жоқ, кетіп отыр. Ерекең жіберіп отыр. Енді осы жақсылап ең бастысы зазорлар ровно келу керек. Одан кейін покраска толығымен басталатын болады. Енді оны ендігі серияда көретін боласыңдар. Әзірге осы. Өздеріңіз көргендей жаңағы алдын жөндеп, торлап, есептеп, ретке келтіріп жатқан болатын. Енді бүгін соның бәрін істеп болдым дейді. Соны бір көріп өзің келіп бағалап кетсең деп айтып жатыр. Қас сол жаққа қарай Ерекеңдікіне бара жатырмыз. Қазір көріп, бәрін көрсетіп, енді бағалайтын жерін бағалап, жөндейтін жері болса жөндеп, қазір соны көріп бағалаймыз. Ереке, ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Бәрі аман сен? Жұмыс кетіп жатыр дейсіз ғой. Күшті болып қапты Ереке.
Ал жалпы кеше видеосын жібердіңіз. Көрдім, от алдырған. Суаз? Антифриз қойып жіберіп па? Су керек емес, суды араластырмай қойсыз ғой. Қалған бәрін жалғап қойдыз қой, Ереке? Оны достар, қараңдар, қалай жалғағанға. Шофтарын қараңдар, бәрін орнына келтіріп, бәрін істеген Ерекең. Қазір шкурт етіп жатыр сыртын, покраскаға уже дайында. Қазір от алдырып көрсетеді. Пол пинка дейді ғой. Ерекеннен жалғай алдыз ба? Жалға қойдым, орнына білмеймін, айдырай өсерге. Кондерттен жалға қойдыз, Қойдым, правильный тұқым бар деген. Правильный дейсіз ба? Өзінікі мұнда келді. Правильный біде байланып, бұл жаққан жалғарам бар, бұл деңесі бар екен. Мына сіз өзінікін қойдыз радиаторын, Өзінен мынау болған жоқ, мынау сен әкелген. Енді бұның кондерін тексеретін боламыз осымен. Радиаторын жаңағы ноускатпен бірге келіпті. Енді бәрі неғып тұр. Вентилятор бәрі неғып тұр ғой, Ереке, айнал. Суаз. Суаз дейсіз ба? Болды, оны суын жақсылап құйып, толтырып, содан кейін. Енді ол, по-моему, о жағынан проблема болмайды ғой. Бір-біріне келмейді екен, осы светімен бәрін анан жалға қойдыз ба? Олды, мұна осында жағдайда бұйыртса уже Ереке, құдай қаласа 3-4 күнде покраска салады. Қазір дайындық кетіп отыр ғой, көрсіп па. Замогын правильный келген екен. Өзінің ескі замогын. Мынау өзінің ескі замогын қойдыз ба? Келгені правильный. Иә. Нормально жауып тұр ғой. Зазорын бәрі орнында. Тура кеп тұр бәрі. Мына жерге дейін. Қараңыздар. Мына беті де. Мына бетте тура сондай зазор. Бәрі орны. Қазір шкурт етіп отырсыз ба сонда, Ереке? Дайындап? Енді ана біздікін алып келген кезде де айтқам, косяктар кішкене бар деп, соның бәрін шкурт етіп шығарып, бәрін ретке келтіріп отыр Ерекең. Ереке, қалай қиын болды ма? Бір 5 күн болды ғой? Вакцина кіргіздік қой, вторник бастаған. 5 күнде болыпты ғой сонда, Міне достар, сыртының бәрін қаз бамперларда бәрін шешіп тастаған. Бәрін дайындап жатыр. Бұйыртса бұл күшті болып шығады. Жоғары жағында да бәрін бітірген. Краскаға толық дайындалып жатыр. Алдында сіздерге ескерткем, мынау сізді быт шығып кеткен еді, майысып. Соны мына әдемілеп мына жері ноускатпен келген бетін алып, әдемілеп сваркілеп, жақсылап істеп қойды. Крылоды мықты отырып тұр. Енді тағы не көрсетсем бұл жерде. Жалпы басқа жердің бәрі жақсы, шофтарын бәрі орнына келді. Ешқандай не болып тұрған жоқ, бұл жерде бір прикол болып тұрғаны. Ona оңгіліш қалып қалған. Ona жерде. Енді оны бірін себеп шығарамыз кейін. Енді ортасына қысылып қалып қалған. Бұл енді Ереке, ол машинамен естіп келді ғой бұл, Машина, оны Ерекең байқап қойған. Аламай қойдым дейді. Енді көреміз енді бір істеп. Ішінде қысылып қалып қалған. Енді достар, RAV4 осы жағдайда покраскаға дайындалып жатыр. Енді бұдан бөлек, енді финишқа жақындадық, в принципе. Енді бұдан бөлек бізде сіздерге айтатын бір жаңалығымыз бар. Сол жерге баратын боламыз қазір. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Қазір есікті ашып алайық. Светті жағып көрсетіп жіберейін, қай жерге келгенімізді. Енді достар, бұны неге көрсетіп жатсың деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді бұл жер біздің
жаңа жұмыс орнымыз, жаңа СТО-ны біз аштық. Бұл енді шыны керек, бұл осы СТО-ны ашу үшін біраз еңбек еттік, біраз жұмыс жасап келдік, біраз қаражат кетті десек те артық етпес. Өйткені менің осы жарты жыл болған шығар, мақсат етіп осындай СТО ашсам деп, осылай жұмыс істесек деген сияқты. Енді осы автобағытта жүргеннен кейін осындай СТО ашып, өзінің жаңа жұмыс орның ретінде өзім осы жерде жұмыс істеп, осы жерде жаңағы көліктерін жөндеп деген сияқты бір жұмыс жасау мен үшін енді бір арман болған еді. Енді осындай неге жетіп отырмыз. Енді бұйыртса жұмысты 2-3 күнде бастаймыз. Қазір енді бірге істейтін жігіттердің бәрі келу керек. Енді шыны керек, бұл СТО-ны енді тура мен сияқты армандап, жаңағы мақсат қойып істеймін деп жүрген Фазыл деген жігіт маған енді түрткі болды. Екеуміз бірдей осындай СТО-ны ашып жүруге. Енді бұйыртса 3-4 күнде СТО толығымен официально ашылатын болады. Әзірге сіздерді ішімен таныстыра кетсем, бұл жерде 2 подъемнигіміз бар. Міне 2 подъемник и бір яма бар мына жерде. Бұрын бұл жерде катализатор шешумен айналысқан екен, және де фара деген сияқты сондай жөндеумен. Енді біз барынша ремонттың бәрін жасадық. Стендті жаңағы әктедік, қарамен боядық. Наның ішінде мусор толы болатын. Мусордың бәрін жинап, бояп, жаңағы трубаларына дейін бояп, ішін тазалап, мына жердегі сынып кеткен стойкаларда жаңағы ағаштан жасалған, оның бәрін алып тастап, бәрін ретке келтірдік енді. Барынша максимальны түрде ішін жақсы қылуға тырыстық, жарық деген сияқты соның бәрін қойып. Оның үстіне бұл жерде көріп тұрғандайыңызда ешқандай инструмент жоқ. Біз инструменттің бәрін демей-ақ қойын. Бізге қажет деген инструменттерді алуға тырыстық. Соның өзіне біраз қаражат кетті. Енді сол инструменттерді көрсетіп жіберейін сіздерге. Міне ол айтпақшы, достар, мына кіріп жатқан жер, ол біздің офисіміз. Мына жерде енді комната отдыха дейді, жаңағы келген клиенттерді демалатын орнында болып есептеледі. Енді соның ішіндегі заттармен таныстырып жіберейін біз алдымен. Қазір светті қоссам, мінекей. Достар, міне біздің алған жаңа заттарымыз, жаңа қолданатын алдағы уақытта осы құрал жабдықтар. Енді шыны керек, шамамен есептесем, бір 2 миллионнан аса қаражат осы жерге кетті. Мына заттар көзге көрінбейді, мына кішігірім. Оның ішінде мелочь, анау-мынау деген заттар өте көп екен. Әзірге бізде міне мотор көтеретін, мына екеуі. Мына жерде форсунка тазалайтын деген сияқты, мына жерде компьютер, барлық машинаға жаңағы диагностика жасайтын. Және де мына жерде қажетті, енді шыны керек, майда-шүйде заттарға көп қаражат кетті. Мен ойламағандай қаражаттар кетті. Енді осы заттармен енді жұмысты бастаймыз бұйыртса. Міндетті түрде ол енді біздің подписчиктерге жұмыс скидкамен жүретін болады. Сондықтан да достар, смело келе берсеңдер болады. Біздің жаңа СТО-ға. Қазір енді сыртынан көрсетіп жіберем, сыртынан бәрін түсіндіретін болады. Достар, өздерің байқағандай біз әлі атын қойған жоқпыз СТО-ның. Ұсынатын варианттарыңыз болса, міндетті түрде жазып кетіңіздер, оны бәрін қарастыратын боламыз. Енді осы подписчиктердің арасында бір жақсы ат ұсынған адамға міндетті түрде біз жақтан сыйлық болады. Өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал енді адресіне келетін болсақ, біздің СТО Жансүгіров көшесінің бойында орналасқан. Жансүгіров бұрынғы Белинский көшесі. Мына жоғары жағында Рысқұлова бар. Рысқұловадан сәл төмен түсіп, міне біздің СТО шығады жолдың бойында.